16 желтоқсан тәуелсіздік күніне орай Семей көпсалалы колледж кітапханасында ұйымдастырылған «Тәуелсіз Қазақстан біздің ең қымбат, ең асыл құндылығымыз» атты виртуалды кітап көрмесін ұсынамыз. Мақсаты ата-бабамыздың тәуелсіздік жолындағы ерлігін үлгі етіп, өз отанын сүюге, еліне, халқына қызмет етуге тәрбиелеу. Тәуелсіздікке жету жолы мен дамуы жайында жазылған кітаптарды насихаттау. 16 желтоқсан қазақ халқы үшін теңдесі жоқ қасиетті де қастерлі мереке. Қазақ елдің шежіресінде алтын әріппен жазылған күн. Міне, бүгін тұғырлы тәуелсіздігімізге 29 жыл толып отыр. Осы жылдардағы табыстарымыз да ұшан теңіз. 1991 жылдың желтоқсан айының 16 күні қазақ елі шынайы тәуелсіздік алып, Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет деп еліміздің тәуелсіздігі жарияланды. 1991 жылдың 1 желтоқсанында президент сайлауы болып, қазақ елінің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Республика тарихында халық саналы түрде өзінің тағдырын сеніп тапсырып, өз басшысын сайлады. 1992 жылы 4 маусымда тәуелсіз еліміздің жаңа рәміздері мемлекеттік ту, елтаңба және әнұран бекітілді. Енді назарларыңызға колледж кітапханасының оқу залында жасалған кітап көрмесін ұсынамыз. Кітап көрмесіне қазақ елінің тарихы мен өсу жолдары жайында жазылған Еуразия жүрегінде, тарих толқынында, сындарлы 10 жыл, ғасырлар тоғысында, тәуелсіздік белестері, стратегия независимости және тақырыптық папкалар, жыл сайынғы жолданған президент жолдаулары және мерзімді басылымдарда жарияланған мақалалар мен шығармалар қойылды.